сізді сахнадан жібермей, бізде көп өнер адамдары харекеттің қасынан табылып жүр. Осы жолы Нұрболат өз уақытын бөліп, мен де бір жағына шығысайын деп келіп отыр. Олай болса, бүгін енді біздің қатарымыз тағы да өнерпаздарымызбен толығып жатыр. Дәл қазір сіз бір отбасын қуантуға мүмкіндік болып тұр. Нұрболат, қазір отбасын қуантпас бұрын біз баршамыз экранға назар аударсақ. Мен Жантаева Құлпынай Ермұхаметқызы, 1998 жылғымын. 4 балам бар. Жолдасым Үркімбаев Ержан осынан 7 ай бұрын ауырып қайтыс болды. 4 қызбен қалдым. Қыздарымның біреуі мүгедек, жүре алмайды. Кішкентай қызым 7 айлық. Жолдасым қайтыс болған кезде 20 күндік болған еді. Білмеймін, енді қыздарым үшін, қыздарымның болашақ үшін уайымдаймын. Бұлар ертең өседі, ер жетеді. Бұлардың бала кішкентай кезде, кішкентай проблема, үлкен кезде үлкен проблемалар көбейеді. Мектеп киімдері бар деген сияқты. Бір өзім қайқа барам енді. Бұрын папамыз барда кішкене қиналмайтынбыз. Папамыз көп жәрдем беретін, бір жағыма шығатын, әйтеуір тірегі бар деген жақсы нәрсе ғой. Күйеуім қайтыс болғалы қиналып қалдым. Квартирада, көп жерде квартиралар бізді алмайды, баламен балаларың жылайды, мазасыз, шуылдақ деп. Тек бір өзім қараймын осыларға. Көмектесетін ата-анамның жағдайы жоқ. Мамамның өзінің кішкентай 10 жасар аурушаң қызы бар. Умственно отсталы деген диагнозбен ауыратын. Ең бірінші арманым сол баспаналы болсақ екен, балапандарым әйтеуір квартирада қаңғырмаса екен. Одан кейін қызым жүріп кетсе екен, аяққа осыларды тұрғызсам екен деген, әйтеуір кішкентай қызым осылар жүріп кетсе екен деп кішкентай басты нем елданам жүгіріп, әйтеуір ел қатарлы қыздарым садикке неге барып жатқан кезде мыналар жүгіріп жүргенде қызым қарап отырады, шынымен жүрегім ауырады. Күйеуім Ержан бар кезде әйтеуір мен больницада жатқанда 2 баланы бір өзі еркек адам қарап отырды. Мен кішкентай қызымды немен кесарево тудым сол кезде. 1 ай 15 күн жолдасым қарады. Боқтарына дейін жуып, осылардың кірлеріне дейін жуып, олай қазір туған әкелер қарамайтын жар, ондай әкелер де жоқ қой. Біздің папамыз бірақ балаға өте сондай. Тас түскен жеріне ауыр, бірақ Алланың уәдесі бар. Әрбір қиындықтан кейін жеңілдік болады деген. Бүгін дәл сол күн келіп тұрған секілді. Анамыздың қиын күндері артта қалды. Қазақтың баршасының тілеген тілегі қабыл болып, бүгін Харекет қайырымдылық қорының 3 жылдық мерекесінде біз үлкен сүйінші хабармен сіздерді қуантқалы тұрмыз. Бәрімізде алғаш рет ұялғанда қуанғанбыз. Баспана алу сәтінде Құлпынай ханымның осындай бір қуанышын өзінен басқа ешкім түсінбейтіні анық. Сондықтан да сізді шын жүректен құттықтаймын. Құдай тағала сізге жар болсын. Осы қордың атынан 398-ші баспананың кілтін табыс етуді рұқсат етіңіз. Ауыр күндер артта қалды. Қошемет ағайын. Сүйінші, қоныс той, қазақ елінің қуанышы. Шын мәнісінде бір Алла ғана жәрдем беруші. Алладан басқа ешкімге мұқтаж етпесін.
Барлық мақтаулар, шүкіршіліктер тек бір Аллаға ғана болсын. Құлпынай ханым, сізді шын жүректен құттықтаймын. Ағамыздың жатқан жер жайлы болсын. Осы артынан ерген құлыншақтары, Құдай қаласа, елге қызмет ететіндердің қатарынан болсын, Құдай қаласа. Ал салтанатты түрде кілт тапсыруды рұқсат етіңіздер. Құтты болсын қазақ елі, сүйінші! 398-ші баспананың кілті. Барлық мақтаулар әлемдердің жаратушысы Алламызға болсын. Одан кейін қазақ халқына рахметімді айтамын. Осы қордың басшысы Гүлмира Мұханқызына рахметімді айтамын. Баршаңызға Алла разы болсын. Екі дүние бақытын берсін. Балапандарыңыз аман болсын. Ешкімнің басына қайғы салмасын Алла тағала. Барлығыңызға рахмет. Гүлмира Мұханқызына себеп еткен осы қарекет қорына, қазақ халқына рахмет. Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Рахмет.